Сәлеметсіздер ме, достар? Бүгін біз көпшілігіміздің денсаулығымызға қатысты маңызды тақырыптардың бірі гемоглобин деңгейі туралы сөйлесеміз. Гемоглобин біздің ағзамыздағы қан құрамындағы маңызды элементтердің бірі. Ол оттегіні барлық мүшелерімізге тасымалдайды. Егер оның деңгейі төмендесе, ағзаға қажетті оттегі жетіспей, әлсіздік, бас айналу және басқа да жағымсыз жағдайлар туындауы мүмкін. Бұл видеода біз гемоглобин деңгейінің төмендеу себептерін түсініп, оны үй жағдайында бір күн ішінде көтеру жолдарын талқылаймыз. Гемоглобин деңгейінің төмендеуінің бірнеше негізгі себебі бар. 1. Тамақтану жеткіліксіздігі. Егер сіздің рационыңызда темірге, B12 дәруменіне немесе фолий қышқылына бай тағамдар болмаса, гемоглобин төмендеуі мүмкін. 2. Қан жоғалту. Әйелдерде итеккір кезеңі ауыр өтсе, немесе жарақаттан қан кету болса, гемоглобин деңгейі күрт төмендейді. 3. Созылмалы аурулар, бауыр, бүйрек аурулары немесе қаназдық сияқты созылмалы дерттерде гемоглобинге әсер етеді. 4. Стресс пен ұйқының бұзылуы, ұзақ уақыт стресс жағдайында болу және ұйқының жеткіліксіздігі ағзадағы темір қорын азайтады. 5. Жүктілік. Жүктілік кезінде ағзадағы темірдің қажеттілігі артады. Бұл гемоглобиннің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Егер сіз осы белгілерді байқасаңыз, әлсіздік, терінің бозаруы, бас айналу, шаршағыштық, демікпе, дәрігерге қаралып, қан анализін тапсыруды ұмытпаңыз. Гемоглобинді тез арада көтеру үшін мынадай шараларды қолдануға болады. Темірге бай тағамдар. Гемоглобинді көтерудің негізгі кілті темір. Сондықтан рационыңызға келесі өнімдерді қосыңыз. Қызыл ет пен бауыр, сиыр немесе тауық бауыры ең тиімді өнімдердің бірі. Бауырдың құрамында темір мен 12 дәрумені көп. Қызылша. Қызылшадан дайындалған салат немесе шырыны қандағы гемоглобин деңгейін көтеруге көмектеседі. Алма. Алманы күніне 2-3 рет тұтыну ағзаға қажетті темірді береді. Жаңғақтар мен тұқымдар, асқабақ дәні, күнжіт, грек жаңғағы темірге бай. Бұршақ және дәнді дақылдар, ноқат, жасымық, сұлы секілді тағамдарды қолданыңыз. Гемоглобинді көтеруге арналған мына сусындарды үй жағдайында дайындауға болады. 1. Қызылша мен сәбіз шырыны. Қызылша шырынына 1 қасық бал мен лимон шырынын қоссаңыз, әсері күшейеді. 2. Гранат шырыны, темірге бай табиғи сусын. Күніне 1 стакан ішуге тырысыңыз. 3. Лимон және бал қоспасы. Балды лимон шырынымен араластырып, жылы сумен ішсеңіз, ағзадағы темір жақсы сіңеді. Витаминдерге назар аударыңыз. Темірдің ағзаға сіңуін жақсарту үшін дәруменіне бай тағамдарды қолданыңыз. Мысалы, цитрус жемістері, апельсин, лимон, мандарин, болгар бұрышы, жаңа сығылған апельсин шырыны. Дәрі-дәрмексіз табиғи әдістер. 1. Балды жаңғақпен қосып жеу. Грек жаңғағын балмен араластырып, күніне 2-3 қасық жеу ағзаға қажетті дәрумендерді береді. 2. Кептірілген жемістер, кептірілген өрік, мейіз, құрма сияқты өнімдер қандағы темір деңгейін арттырады. Гемоглобинді көтеру үшін тек тамақтану ғана емес, өмір салты да маңызды. Жақсы ұйқы, күніне 7-8 сағат ұйықтаңыз. Бұл ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Таза ауа, серуендеуді әдетке айналдырыңыз. Бұл қан айналымын жақсартып, оттегі алмасуын арттырады. Физикалық жаттығулар, жеңіл жаттығулар ағзаның жалпы тонусын көтереді. Қауіпсіздік ережелері. Егер гемоглобин деңгейі өте төмен болса, немесе жоғарыдағы әдістер көмектеспесе, дәрігерге қаралу қажет. Темір препараттарын қабылдауды тек маманның нұсқауымен бастаған жөн. Бүгін біз гемоглобиннің төмендеу себептері мен оны үй жағдайында бір күнде қалай көтеруге болатынын қарастырдық. Егер осы әдістер пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Денсаулығыңызды бақылап, өзіңізді күтіңіз. Келесі видеода кездескенше.